Саба шәрфеңіз хайырлы олсын ноябрьнің 24-ті Қырым işğalının 1366 күні студияда Мөвеле Мұхтарова чылыша. Веже Кашка бүгін Қарасу-Базар районының Учкоз кöyінде дефін етілежектір. Женазе Қырым татар милли әрекетінің ветераны отырған evде саат 14-те қылынажақтыр. Қырым татар милли межлесі евлерге милли байрақларына ве матем шаретлерін асмаға чығыра. Веже Кашка түневін вефат етті, оның берегі işğalчыларының япқанларына даянамады. Сөзді құройчылар Ахмеджет қавесінде бір хайч Қырым татарына үжім етті. Веже әпте Қырым татар милли әрекетінің ветераны ве темсаледір. Оның қорантасы біріншілер сырасында ғұрбеттен Қырымға қайтқанады. Веже Кашка десіден Сахаров ве Аққорчалайжы генерал Григоренко еле достлашқанады. Қырым işğалінден соң, о işğalчылерінен көрешке башлады. Işğал алтындағы ярым аданын қамачауына да фаал қол тұтқанады. В связи с убийством Веджиабла ее убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день Дженазе Веджиабла тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь, а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги с черной траурной лентой. Түневін Қырымда яқаланған 4 инсанның жазасыны işğalчылар бүгін белгілемесі мүмкін. Діңлевлер сөзде Кейфрайн махкемесінде олажақтыр Бунатыр телеканалының эфирінде Новая газета журналисті Антон Нумлюк білдірді. О түневін ақшам кеч вақытқа қадар Ақмешіттегі экстремизм үлі көреш меркезінің бинасы янында болынайды. Дейкі ақшам саат онларда тұтылғанларны вақтынша тұтуф изоляторына алып кеттілер. Бекердегерменше Асан Шапух, Руслан Трубач ве Кязим Аметов пара талап өтуде қабатланалар. Олардан еш бұрысы қабатлы олғанына танымай. Подозреваемые не признали своей вины. Насколько я понимаю, никто из них не подписали протоколы допросов, поскольку их не обеспечили присутствием переводчика, которого требовали адвокаты. Все остальные какие-то подробности можем, по всей видимости, узнать во время судебного заседания по мере пресечения, где следователи должны будут представить какие-то обоснования своего обвинения. Умумен түневін еді Қырым татары яқаланды. Бекердегерменше Асан Шапух ве Кязим Аметов Ахмеджет меркезінде сөзде мақсус тедбірлер чәрчевесінде тұтылды. Тахменен айны вақытта Киевге yol алған автобустан Руслан Трубач чықарылды. Кефе жыварандағы Султан Сала көйінде Эльмира Газиеваның өмір арқадашы Юрий Баранов тұтылды. Ахмеджетте есе аға қардаш Куртсейт ве Эльдар Абдулаевлер яқаланды. Учу сорғыдан соң еберілді. ФСБ тарафындан тұтылған Куртсейт Абдулаев даванын шаты ола. Бұны түневін ақшам адвокаты Эмиль Курбидинов білдірді. Екісіде түневін ақшам экстремизм или көреш меркезінден шықты. Действительно, Веджи Апте сегодня, как я понимаю, с распиской, которую давал этот турок, она приехала на встречу, скорее всего, он попросил об этой встрече якобы вернуть деньги, и вот получилось то, что получилось. Нам не предъявляли так особо документов никаких. Я тоже там в коридорах пока стоял, что-то услышал, какую-то информацию. Бекердегерменше оңа тержиман берілмегені үшін бір шей имзаламады, бұны адвокаты Эдем Семедляев білдірді. Тақиқатшылар даваны бақып бір sıra қайдені боза. Адвокатның айтқанына көре қанун белгілеген протокол тұзып мүддеті де созыла. Бекердегерменшеге туғанларымен бағланмағада имкан берілмеді. Также у Бекерара не было возможности сообщить семье, где он находится и что он находится, в каком состоянии, хотя в течение 3 часов, в законе написано, что обязан незамедлительно уведомить родственник, но не более 3 часов. Нам только дали в 19:31 позвонить, поэтому я это нарушение тоже указал в протоколе. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы Веджи Кашканың өліміні өлдіровке бітаснеф еті. Бұақта баш прокуратураның сайтында айтыла. Қайдетілеке сөзде ақыройжылар қадынны селянин қорғызып
қанунсыз яқаламаға тырышты. Ишғалчылардың тамам шу әрекетлері себебінден қадын ярамады. Сөзде оқу құрушыларының Бекер Дегерменже Асан Шапық, Руслан Трубач ве Кәзі Маметовға қаршы әрекетлерінде прокуратура 2 қанун бұзылғанына көре. Бұл азатлықтан қанунсыз Марометов яда инсан қачырылмасы ве евтоқынылмазлығының бұзылмасыдыр. Прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом смерті Веджія Кашка за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Шымдылық бұл соңғы хаберімізді эфирні саба ейіні девам ете. Елизавета Цареградская соңғы хаберлеріні да тәпсілатлы жайтып, мұсафірлерінен музыкереті чекті атайрелі олыңыз.